Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте оңай жасалатын, ыстық күнде шөлді басатын турецкий лимонадтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Ол міндетті түрде қайнаған болу керек. Соның жылы судың үстіне қантты қосып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Үккіштің көмегімен осылай видеода көрсетілгендей апельсиннің сыртындағы цедрасын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Алайда апельсиннің тек қана жартысын өткіземіз, ал лимонды толықтай өткізіп шығамыз. Лимон мен апельсиннің цедрасын біздің жаңағы жылы судың үстіне қосып жақсылап араластырамыз. Апельсин мен лимонды видеода көрсетілгендей екіге бөліп аламыз. Апельсин мен лимонның осылай шырынын шығарып алатын боламыз. Ешқандай құралды пайдаланып қажет емес, жай ғана осылай қолымызбен сықсақ та жеткілікті. Жақсылап араластырамыз. Тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа жібереміз. Мен тоңазытқыштан алдым, ішіндегі цедраларды сүзгінің көмегімен өткізіп аламыз. Біздің турецкий лимонадымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық күнде шөлді өте жақсы басады. Менің Instagram парақшама, YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады.